Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 33-ші жаттығуды үй тапсырмасын шығаратын боламыз. Бірінші есебімізден бастайық. Бірінші есебімізде бізде не дейді? Электрондардың алтыннан шығу жұмысы 4,76 электровольт. Алтын үшін фотоэффекттің қызыл шекарасын анықтаңдар дейді. Таскамызды қосайық. Бізде берілгені не дейді? А шығу жұмысы. А шығу тең болады 4,76 электровольт екен. Табу керек лямбданы. Осыдан біздің формуламызды білеміз. Бізде нью минимум табу үшін А шығуды бөлеміз планк тұрақтысына. Осыдан біз нені өрнектей аламыз? А шығуды өрнектей аламыз. А шығу дегеніміз бізде HS бөлінген лямбда максимум деген формуласы бар. Осыдан лямбдадан өрнектейтін болсақ, лямбдамыз бізде HS бөлінген А шығу. Сонда мен мәндерін қойайын. Сонда планк тұрақтысы бізде 6,63 көбейтілген 10 минус 34. Көбейтем 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Бөлемін 4,76 электровольт дегеніміз табу үшін оны 1,6 10-ның минус 19 дәрежесіне көбейтеміз джоульға айналдыру үшін. Сонда менде төбемде 2-ін көбейтсем 19-да 89, 10-ның минус 26. Ал жоғарысында менде болады, төменгісінде болады менде 7,6. 10-ның минус 18 болсын, 19. Сонда менде көбейткен кезімде 2,61 10-ның минус 7 болады. Немесе 261 нанометр болады екен. Екінші есепті берілген оқиық. Екінші есепте берілгенде бізде айтады, фотон металл бетінен 2 электровольт шығу жұмысымен энергиясы 2 электровольт электрон бөліп шығарады. Мұндай фотонның минимал энергиясы қандай дейді. Бұл есепті шығару үшін біз Эйнштейн формуласын қолданамыз. Эйнштейн формуласында бізде не бірінші берілген жазайық. А шығу 2 электровольт, энергиясы 2 электровольт, табу керек фотонның энергиясы. Сонда бізде Эйнштейн формуласында Е фотон тең болады А шығу қосамын Е кинетикалық энергиясы. Мына бізде кинетикалық энергиясы екен. Сонда менде тең жалғастырам. 2 электровольтты қосам 2 электровольтқа. Сонда менде болады 4 электровольт. Жауабым 4 электровольт екен. Үшінші есепте бізде не еді? Үшінші есепте калийде фотоэффект құбылысы бақылану үшін қажет жарықтың ең үлкен толқын ұзындығы 450 нанометр. Калийден толқын ұзындығы 300 нанометр жарық бөліп шығаратын электрондардың жылдамдығын анықтаңдар дейді. Так, бұл есепті берілген жазайық. Сонда бізде бұл есепте былай болады. Лямбда макс дегенім 450 нанометр екен. Ал лямбда менде 300 нанометр екен. Жақсы, бұл есепті шығару үшін мен Эйнштейн формуласын қолданамын. Эйнштейн формуласында H нью тең болады А шығу қосамын кинетикалық энергиясын. Сонда менде осыдан мен өрнектей алам не деп? Менен жылдамдықты табу керек. А шығу дегеніміздің өзі неге тең еді жаңа? А шығу дегенім HS бөлінген лямбда максимум. Енді осы А шығуды аламда бастапқы формуласына қоямын. Ал H нью деп отқанымыздың өзі не ол? HS бөлінген лямбда деген сөз. Сонда HS лямбда максимум тең қосамын кешірім сұраймын, mv квадрат бөлінген 2. Осыдан мен mv квадрат тең деймін да HS лямбда максимумды
келесі бетке алмастырамын. Сонда менде болады HS лямбада азайтылған HS лямбада максимум. Сонда енді қараңыздар, mv квадрат бөлінген 2 жақшадан шығарып жіберемін HS, жақшада 1 азайтылған лямбада, азайтылған 1 азайтылған лямбада максимум. Жақсы, енді орнына қояйық. Содан осыда мен v-ны өрнектейін. V-ны өрнектейтін болсам, менде болады 2HS бөлім массасына жақшада квадратында тұр. 1 азайтылған лямбада, 1 азайтылған лямбада максимум. Жақшы, енді квадраттан құтылу үшін мен не істеймін? Түбір астына аламын 2 теңдікті. Сонда түбір астымен 2 қысқарып кетеді. Сонда менде тең деп жалғастырайын. Сонда тең, мына жаққа жалғастырам. V тең болады. Енді орындарына мәнді берейін. Сонда менде 2 планк тұрақтысы деген 6,63 көбейтем 10-34 көбейтем 3 көбейтілген 8 дәрежесі бөлем мына жердегі m деп отырған ол электрон массасы, ол бізде тұрақты шама 9,1 көбейтілген 31 дәрежесінде. Жақшада 1 азайтылған 300 10-9 азайтам 1 азайтылған 450 10-9-дан. Осыдан тең. Есептеген кезде, есептеуімді мына жердегі ортақ бөлім берем. Ортақ бөлімді бересіздерде, есептеген кезде сіздерде 6,96 көбейтілген 5 дәрежесінде метр секунд шығу керек. Немесе 696 километр бөлінген секунд деген жауап шығу керек екен сіздерде. Жақсы, төртінші есебімізді шығарайық. Төртінші есепте бізде не еді? Фотоэффект кезінде платина бетінен электрондар 0,8 электровольт потенциалдар айырыммен кешірілгенде сөйлену үшін қолданылатын толқын ұзындығы. Так, берілген жазайық. Яғни бізде қолданылатын және мүмкін болатын бізде 2 лямбадан табу керек. Лямбада және лямбада максимум табу керек. Так, берілген өшірейік. Сонда бізде болады. Берілген кернеу берілген потенциалдар айырымы электровольт. Сосын бізде ашылу деп отқанымыз бұл жерде платина үшін бұл тұрақты шама, табличное значение дейді. Ол 5,3 электровольт болады. Жақсы, сонда менің формулам H ню тең болады А шығу қосу Е кинетикалық энергия. Е кинетикалық энергияның өзі Е уға тең болады. Сонда мен мына жақта формулам өзгереді. Сонда менде HS лямбада қоса тең болады А шығу қосамын Е уға. Сонда осында менде формула шықты. Осыда мен лямбаны өрнектеймін. Лямбада дегенім сонда менде тең болады. Неге? HS астында А шығу қосылған Е уға. Сонда мен мәндерін берейін. Планк тұрақтысымен жарық жылдамдығын көбейткен кезде менде 19,89 көбейтілген 10-26 бөлемін. А шығу менде 5,3 көбейтілген 1,6 10-19. Мен жаңа айттым, электровольтты джоульға айналдыру үшін 1,6 көбейтілген 10-19-ға көбейту керек. Соны қосамын электрон зарядына, электрон заряды деген сөз Е деген сол да тұрақты шама 1,6 10-19 көбейтеді 0,8-ге. Сонда менде шығу керек, мына жерде екеуін бөлген кезде, қосқан кезде менде 2,3 көбейтілген 10-7 дейтін шаң шығу керек. Ол деген 203 нанометр деп жазылған. Нано дегеніміз бізде 10-9 деген сөз. Ал келесі максималды, максималды мен қалай табамын? А шығу тең болады HS лямбада максимум деген сөз. Осыдан лямбада максимумды өрнектейтін болсам, лямбада максимум дегені менде HS бөлінген А шығу болады. Сонда 19,89 10-26 дәрежесін бөлемін А шығуға, ол менде 5,3 көбейтілген 1,6 10-19 дәрежесіне. Сонда менде болады 2,3
234 көбейтілген 10 минус 7 немесе 234 нанометр шығу керек. Осымен біз 4 есепті аяқтадық. Сау болыңыздар.